Алматыдағы кондуктор мысалы бір рет кіреді, екі остановка тағы да кіреді, мазасын алып. Иә. Мына жақта мысалы біз міндік автобусқа ешкімде бір кондуктор жоқ. Енді бұл мынандай нәрсе да. Мәдениетін қарасаңыз бәрі төлеп кіреді. Қалыптастырып жатыр. Да, қалай қалыптастырып жатыр? Мен мысалы бұны Астанада көрдім. Ортаңғы есік, артқы есік жабық. Алдыңғы есіктен кісілер кіріп кетпей, артқы есікті ашпайды. Адамдар осыған да үйренеді да. Сосын ол түсінеді, ортаға жүгірмейді, ол есік ашылмайды. Тек алттан ғана кіру керек, алдындағы адамдар ақшасын төлеп кіріп болғаннан кейін барып, қала артын ашу да. Енді оны осыған әкелетін болса, адамдар үйренеді, үйренбейді деген нәрсе жоқ. Үйренеді. Оны айту керек, түсіндіру керек, жазу керек. Бұның барлығын неге істелінбейді, неге біз тездеткіміз келеді? Өйткені шынымен де мен де балалармен жұмыс істеймін. Жалпы үйлерімізде де балаларымыз бар. Қазақтың балалары өте сирек. Бұның барлығын тиімді пайдалансақ, негізі Қазақстанда жоғары деңгейлі ел жасауға болады. Болады. Мысалы, мынандай нәрсе бар да. Біз бұларда не нәрсе көреміз? Бұлар бала кездерінен бастап тәрбиелеп жатыр да. Өтірік айтпайды. Жоқ олардың қанында да. Әке көзіне арқа сүйемейді. Өзіне ғана сенеді, сонымен да. Соның арқасында бұлар еңбек ету деген не екенін түсінеді. Олардың уақыттары жоқ, дискотека, басқа жерге баруға. Біздегі проблема не? Абай да айтады ғой, жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық аздырады адам баласын дейді. Біздегі мәселе осы болып тұр. Егер де біз таңертеңнен кешке дейін уақытымыз жоқ болатын болса, қарнымыз ашатын болатын болсақ, біз осы нәрсеге келеміз. Сондықтан бұл нәрсені әрине бала жастан бастап тәрбиелеу керек, үйде тәрбиелеу керек. Иә? Материалдық жағдайға өтіп кеткенде Германияда мысалы барасың ғой, саған 400 евро стипендия береді. Соның ішінде бәрі саналған, сен тамағыңа да жетеді, жүріс-тұрысыңа да жетеді да. Сосын кейін о жақта да жаңағындай да, сен бір рет түстің ба мысалы, бірінші жолы ақша төлемейдің, әйтеуір ұсталдың ғой. Ұсталынғаннан кейін саған оқиды. Осындай заңға байланысты сенікі мынау қате. Біз саған ескерту жасаймыз. Өйткені база бар ғой. Міне саған ескерту жаздық. Егер де сен екінші жолы ұсталынатын болсаң, саған осыншама штраф салынады. Егер бұл үшінші жол қайталанса, сен мемлекеттен қайтасың деген дейді, талап қойылған. Ал біздерде қандай? Бұл тағы да мысалы штраф салатындар. Заңға жазылып қойған ана жерде мысалы 3000 или 5000 штраф салу керек та. Біздікілер олай емес қой. Жаңа тексеру келген жігіттердің өзіне 1000 теңге берсең, кете бересің да. Олар ел жұрттың алдына ұялғысы келмейді, 1000 теңгесін берді кетеді, олар қалтасын салады, ешкім жоқ деп барады да. Бұл жерде ол түсінген жоқ та. 1000 теңге ғана алды. Егер де ол үкіметке 3000 теңге болып түссе, ол мүмкін 2000 теңге айлық болып келетін бе сол адамға. Осы жүйе қойылмағаннан кейін бұл кете берді да. Егер соны алған адам әрі қарай ұсталынатын болатын болса, мысалы 1000 теңгеге сен ана адамды жібере салдың ба, тексерушінің артында тексеру болатын болса, сондай. Бұл жерде енді шын айтқанда тексерудің артында тексеру қойғаннан бір нәтиже шығарады деп айта алмаймын да. Бұл жерде бәрі адамның ұяты, бала кезден тәрбиеленген. Бізде мемлекетте мына балаға 21.000 теңге береміз ба, бермейміз ба деген әңгіме шығып жатыр да. Енді қараңыз, Германияда қалай? Сен ханның баласысың ба, қараның баласысың ба, шофердің баласысың ба, министрдің баласысың ба, қаралмайды. Бүкіл балаға 400 евро ай сайын беріледі. Ол жетеді ма, жетпейді ма? Бұл жерде не қалыптасады? Мемлекет мысалы да, балам деген ел болмаса, елім деген бала қайдан шығады дейді да. Егер де оны сол кезде 400 евро айлығы төленеді ғой мысалы, иә? Сол кезде ата-анасы айтады, мына ақшаны мемлекет беріп жатыр. Ертең сен мемлекетке жұмыс істеуің керек, сонда мемлекетке қайтаруың керек осы ақшаны деп ше. Бала солай. Сонда қолында ақшасы болғаннан кейін бала тамағында алады, жол ақысына төлейді, жүреді. Яғни мемлекет оны бергенмен қайтарып алады деген сөз да. Ал біз қазір 21.000 теңге беру үшін үйдегі тауық қазы санап кеттік та. Ол дұрыс емес. Егер мемлекетке жаны ашитын ұрпақ керек дейтін болсақ, біз барлығына 21.000 теңгені көпсінбей беруіміз керек. Өйткені себебі бұл мемлекетте ол ақша жоқ дегенге мен сенбеймін. Бар. Біз егер де балаларымызға қазір берсек, ата-анасы оны солай тәрбиелейді. Мемлекет саған ақша төлеп отыр. Сен оқуыңды оқы. Мемлекет саған ақша беріп отыр. Сен жолақыңды төле деп ше. Біз неге жолақы төлемей қашамыз? 10 теңге, 20 теңге мінемін. Өйткені жетіспеушілік бар бізде. Осыған байланысты. Егер де адамға соның бәрі жететін болса, адам оны істамайды, төлеуге, артық төлеуге ұмтылады да. Сондықтан мен мемлекетке айтатын нәрсем да, министрға да айтатын
айтатын нәрсем, керек болса президентімізге айтатын да, Тоқаев мырза көп нәрсені істеп жатыр, жасап жатыр, қуаныштымыз. Қасындағы жігіттер келді, Ерлан Қарин болсын, жаңағы азаматтар да бұлар да дұрыс нәрсені айтып жатыр. Қазір біз оны көріп жатырмыз, социалдық сетте әлеуметтік мәселелердің барлығы шетінен шешіліп жатыр. Біз оған қуаныштымыз. Бұл нәрсемізде жетеді деген нәрсеміз да. Егер де баланың жаңағы мемлекет балаға сол кезде жағдай жасаған болатын болса, бала да ертең мемлекетке жағдай жасайды. Сондықтан біз мемлекет әрбір балаға беруге міндетті, маған бермесін, сізге бермесін, бірақ балаға берсін. Сонда ғана біз өсеміз, өнеміз, білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз да. Ал о баланың не киіміне ақша жетпесе, не жаңағындай дәптеріне ақша жетпесе, не тамағына ақша жетпесе, біз одан қандай ұрпақ күтеміз, қандай патриот күтеміз да. Халықтың мемлекетке деген сенімі бар. Бұлар біледі да, мен шетелге кетсем де, мен үш жерде болсам да, мені аш-жалаңаш қалдырмайды мемлекетім деген. Ондай нәрсе бар. Бірақ масыл болу деген нәрсе жоқ. Мен әйтеуір қайткенде де бүгін ертең мемлекет мені алмай отыр ғой, маған жақсылық жасап отыр ғой. Ертең мен осыны қайтсем де қайтаруым керек деген сенім бар да. Бұндай нәрсе бізде де болды, оқу үшін кредит берілді. Бірақ та сен жұмысқа тұрдың ба, тұрмадың ба қараған жоқ, бітірген күннің ертеңінен бастап төлеуің керек та. Әрине бұл ауыртпашылық. Немесе қазіргі проблеманы айтайық. Мысалы, бакалавр немеге магистратураны бітірген жас егер де грантта оқитын болса, міндетті түрде мемлекеттік жаңағы кәсіпорын болсын, немесе енді мемлекеттік бір қызметке тұру керек. Бірақ о жақтың жалақысы жете ме жетпей ме, ол жаңа мемлекеттің шаруасы жоқ дейді. Бұның өзі бір для галочки дейді ғой, мысалы, для галочки. Сөйтіп енді араласамыз ғой, жалпы көрермен де көріп отыр, адамдардың көбісі, жастардың көбісі бір басқа бір жолдарын іздеп, яғни мен мысалы мектепте жұмыс істеймін, типа жұмыс дегендей болады, бірақ өзі басқа жақта. Яғни мына жақта жас болсын, бала болсын, уже өтірікке үйренеді. Мына Корей қоғамында мысалы өтірік негізі былай дұшпан, өтірікке дұшпан бұл кісілер. Ал енді біздің қоғамда керісінше өтірік айтуға бір не боламыз да, біз әуес боламыз. Енді жаңа мен айтып жатырмын ғой, біз адамилықтың формасы ғана бізде қалған, іші жоқ. Бұл жаңағы біреуді өтірік алдау деген шындығында сен өз-өзіңді алдау ғой. Өйткені сен бүгін алдайсың, ертең алдайсың, анау бар ғой мысалы әңгімеде, ойбай ана жер өртеніп жатыр, сондай болып жатыр деп екі рет жүгіріп келеді, ел шығады, жоқ екен, шынымен өртеніп жатқан кезде айғайлап келеді, ешкім оған сенбейді да. Біз қоғамда осындай болып қаламыз да. Сондықтан егер де біз немесе біреуді алдап жіберсек, біз өзіміз ақылды, анау адам ақымақ болып кеткен сияқты да. Бірақ сен бұл жақта өтірік айтсаң, мысалы немістерде өтірік айтатын болсаң, сені олар ертең ауру адам деп есептейді да, сенімен сөйлеспейді, сенімен іс жасамайды да, сен қоғамға керексіз адам болып қаласың. Осы жақтағылар содан қорқады, сол үшін олар өтірік айтпайды, алдамайды. Өйткені ол артынан шығатын болса, алдынан шығады да. А біздікілер өтірік айтып жүре береді. Оның ешқандай жазасы болмағаннан кейін бірақ жауапкершілігі де өте қызық. Қазақтың мәдениетінде негізі алдау жоқ қой. Өтіріктің құйрығы бір ақ тұтам деген сияқты көптеген сөздер бар, бірақ практикаға келгенде біз оны істемейміз. Рахат, жаңа айтып отырған нәрсеміз сол ғой. Бізде барлығы бар, барлығы айтылып та кеткен де, әрекет жоқ. Мысалы, қазір өзіңіз ойлаңызшы, дүниеге шектеп қойған отырған не бар, оның қасында ештеңе емес қой деген нәрсеге жеттік та біз. Айтады, сенің алдында тұрған адамға жетуге ұмтыл дейді да. Абайдың айтатыны да бар да. Бірақ біз артымызда қарап, ананың қасында мен ілгерімін ғой деген сияқты. Неге біздің алдыдағы озуға ұмтылмаймыз? Біздің осы жердегі немқұрайлығымыз бізді алдыға жете алмай отырған да. Біз соған жетуге, одан асуға жұмыс жасайтын болатын болсақ, біз көп нәрсеге қол жетеміз. Осының барлығы немқұрайлық. Әке-шеше тарапынан да осындай немқұрайлыққа тәрбиелеу бар да. Енді шын айтқан кезде өзімізді әке-шешеміз ғой, қиын негізінен. Сол үшін біз бір баланы ғана тәрбиелемейміз, біз қоғамды тәрбиелеуіміз. Қоғамды тәрбиелеу үшін өз-өзіміз тәрбиелеуіміз. Бала тәрбиелеудің қажеті жоқ. Сен қандай боласың, бала сенің айнаң, тура соны қайталайды да. Балам жақсы болсын десең, өзің жақсы бол. Біз, мысалы, қарап отырсаңыз да,
балам білімді болса екен дейміз. Бірақ өзі кітап оқымаса, бала қайтып кітап оқы деп ұрсасын да. Айтады да, шіркін мен сондай келінім болса деп та, бірақ сондай қыз тәрбиелемейді. Сондай күйеу балам болса дейді да, мысалы. Бірақ сондай күйеу өзі ұлын тәрбиелемейді да. Осының барлығы не нәрсе? Қоғам деген осы орта ғой, айналып өзіңе келеді да. Егер де сен өзіңнің балаңды емес, балаңның досын да қоса тәрбиелеуге жұмыс жасайтын болсақ, қоғам болып жұмыс жасайтын болсақ, онда оның нәтижесін көреміз ғой. Біз қазір не үшін біз жанталасып жастарға бір нәрсе болуға жұмыс жасаймыз? Өйткені мына жастар ертең менің кәрілігімнің кепілі. Мен егер мына балаға қазір көмектесе алмасам, ертең мен кәрі болғанда, таяғыма сүйеніп тұрғанда ешкім мені демеп бір жерге апармайды. Неге? Өйткені мен бұны тәрбиелеген жоқпын, ертең маған көмек көрсетуге. Ол үшін не істейміз? Біз кәрілерімізді қазір көмек көрсетуіміз керек. Сол кезде біздің артымыздағы жастар соны көреді ғой. Қоғам осы нәрсені жоғалтып алды ғой. Совет үкіметінің нәрсесі бізді неге оқытты? Ішуге, тартуға, сыйламауға әкелді да. Немесе біреуді алдап ұрлап алуға келді да, осы нәрсе қоғамда осыған әкелді. Бірақ енді хаос дейміз ғой, қоғамда осы нәрсе көрініп тұр да. Біз осы үзілген ортаның бір жалғаушысымыз да. Сол үшін кімге де болсын айтуға, үндеуге тырысу керек. Мен бұрын мысалы лекцияларға шақырғанда да бармайтын едім. Енді мен бұдан кейін барам. Неге? Білгенімді үйрету, айтуға. Өйткені мен өзім бір нәтижемді көрсете алмағаннан кейін менен сұрайтын да, ой, қымыз шығарам, косметика қашан шығады деген сұрақ алдынан шыққанда. Бірақ оны білмейді да, косметика шығару маған ғана тілеп тұрған дүние емес екен да. Қазір-ақ шығарардан бізде оның заводы жоқ. Оның маманы жоқ та. Осы нәрсені. Мен енді соның бір жолын таптым, төте осы жаққа келіп мамандарға істетіп алдым. Бұның да ойында не нәрсе? Ертең осының технологиясын оқуым керек. Соны оқытатын адамдар дайындап, барлық кадрын дайын болғанда, Қазақстанға ашамыз заводты, соны дүниеге сатамыз. Ол арман, ой менде бар да. Ең бастысы біз армандайық. Арманымызға жетеміз. Қиялдамайық да. Қиял ол орындалмайтын дүние да. Осыны дұрыс армандап, дұрыс мақсат қоя білетін болсақ, біз барлығына жетеміз. Енді мен ұялмай лекция сөйлей аламын, өйткені айтамын, ренжіме, мен де сен сияқты ауылдан шыққан баламын, бірақ міне шетелден оқыдым. Мен де сен сияқты ауылдан шыққан баламын, менің ешқандай нәрсем жоқ, бірақ мынандай жетістікке жеттім, сен де жасауыңа болады. Не істейміз? Давай біз мына дөңгелекке бір нәрсе ойлап табайық. Мысалы өзіңіз қараңызшы, мына телефонның сыртын жасауға болады ғой, әртүрлі да. Миллион түрі бар, бірақ бәрі өтіп жатыр ғой. Бұның не нәрсе береді? Осы Кореяда да, Қытайда да адамдар тоқтамайды, әйтеуір жаңалық жасайды. Мына қасықтың 100 түрі бар. Бәрі сатылып жатыр ғой базарда. Неге біз осыған бір нәрсе ойлап таппаймыз, бір нәрсе қоссақ, ол да өтеді да. Мына қосқанымыз, осыған кірген жаңалығымыздың өзі жаңалық қой. Соны енді Қазақстанда мен ойлаймын да, патент деу деген нәрсені іске қосу керек. Өнер табыс дегенді ойлап табуымыз керек та. Мына кружканың басқа бір түрін ойлап табайық та. Нарыққа салайық, сатайық, оның да сұранысы болады да. Неге? Өйткені адамдар күнде бір жаңалық күтеді. Бір нәрсені ауыстырғысы келеді деген сияқты да. Сонда енді біз басқа нәрсені айтпасақ та күнделікті қолданып жүрген нәрсені ойлауға, егер де осы қасыққа бір жаңалық ойлап қосатын болсаң, мен саған соншама ақша төлеймін десін, адамдар осыған бір жаңалық ойлайды, сызады, өлшейді, кеседі деген сияқты ойлау қабілетін. Бұны кімге керек? Мектеп оқушыларынан бастауымыз керек та. Сондықтан әрбір өндірісті ұстап отырған ағаларымызға тастайтын бір нәрсем менің. Сен бір нәрсе ойла да мектепке таста. Мына менің сүтімді қаптайтын қораптың түбінің қандай болғанын қалайсың? Өйткені бөтелкенің түр-түрін көріп отырмыз ғой, мынандай, анандай деген сияқты да. Соның бәрін біреулер ойлап тауып отыр ғой. Сонда біз балаларға осыны берсек, балалар бізден көп ақша сұрамайды ғой. Осыған жаңалық жазғаның үшін ғана бір 1000 теңгенің сыйлығы. Егер де ол ішінде ең жақсы болса 5000 теңгенің сыйлығын берейік. Баланы еңбек етіп, ойлап, жаңалық ойлап табуға үйретіп, сол жаңалығын іске асырып, өндіріске кіргізудің жолдарын үйретсек, біздің адамдарымыздың бәрі жаңалық ашуға құмар болады. Жаңалықтың бәрі жатып қалмайды ғой, оны өндіріске әкеліп тапсыруға болады, өзіміздің өндірісті іске асыруға болады. Сол үшін біздің өзімізде де өндіріс орындарын ашуға болады да. Сондықтан енді жаңалық, сондай нәрселерді бұдан кейін қолға алып, оқу, жаңағындай да, жаңа күзетте отырған балалардың өзіне телефонына SMS келіп, бай болғың келе ме, оқытайық деген курстар ашатын болатын болсақ та, осы арқылы біз жетектей аламыз. Біз кімге де дауыс жеткізе аламыз. Мысалы біз қазір көріп отырмай естіді ме?
ол өзінің тобы бар класстастары, соған тастасын. Бізді естіді ме, ауылдастары бар, соған тастасын. Өзі кімге жан ашса, өзінің не керек емес нәрсе болса да басқа керек болуы мүмкін, соған жіберсін. Сондықтан енді қазір бізді тыңдап көріп отырған ағайын, дос, жаран болатын болса, осы менің достарыма керек болады, ол менің досым такси айдап жүр, менің досым күзетте отыр дейтін болсаңыздар, соған тастаңыздар. Олар да бізді естісін, бізге келсін. Біздің оқу орталығымыздың аты қалай? Аргументум оқу орталығына келіңіздер. Аргументум оқу орталығында біз балаларға ғана емес, өзін үлкен немесе маған оқу уақыты асып кетті деген адамдар үшін де біз оқулар ұйымдастырамыз. Солай емес па? Иә. Сондықтан да, Реке, сіздің осы оқу орталығыңызға мен бір сетіне не үшін көмек бергім келіп отыр? Иә, біздің білгенімізді, түйгенімізді соларға жеткізу, айту. Намыстанатын нәрсе жоқ, оқуға ешқашан кеш емес. Біз бір нәрсе білмесек, білмеген ұят емес. Білуге ұмтылмаған ұят. Сондықтан сіздер боп, біздер боп, аргументум мектебінің есігін қағайық, содан өзімізге керек білімді алайық, мемлекетімізді үлкен мемлекет болуына өзіміздің үлесімізді тигізейік. Мемлекет маған не істейді емес, мен мемлекетімнің не істейді деген ұран болған кезде ғана біздің мемлекетіміз дамиды. Арнамызға жазуды ұмытпаңыздар. Және де мына жақта сонда айтып кететін бір лайфхак бар. Өтірік айтудан шықтық қой. Кореяға негізі виза жоқ. Иә. Келе бересің. Бірақ аэропортта саған бірнеше сұрақ қояды. Егер бұл сұрақтың артында бір өтірік болса, сені сол Кореяға кіргізбейді. Қайтарып жібереді, немесе ар жақта ұстайды да сені. Сосын қайтар билет тапқанда сені қайтарып жібереді. Сондықтан, егер де шетелге шығамыз десеңіздер, немесе осы шетелден білім алам, немесе кәсіп істеймін дейтін болсаңыздар, аргументі мектебіне келіңіздер, біз қолымыздан келгенше сіздерге барлық ақпаратты беруге тырысамыз. Солай емес пе, Реке? Солай. Ал жақсы, сау болыңыздар. Жақсылықта кездесейік.